Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздерге қаптама нан дайындап көрсетейін деп шештім. Ол үшін ең бірінші қамырымызды елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салафановый мешочкқа салып 20 минутқа қоясыздар. Міне осылай дайын болып шықты менікі. Енді осы қамырымызды жұқа қылдырып жаясыздар. Қамырымызға сары майымызды жағамыз. Сары майды алдын ала ертіп қойдым. Әбден қамырға жағып шығасыздар. Майды жаққаннан кейін дайын туралған жасыл жуамызды себеміз нанымызға. Сепкеннен кейін бір 5 минут 10 минутқа майын сындырып алсаңыздар болады. Оқтаудың көмегімен орайсыздар. Өстіп нанды орап ортасынан екіге бөлеміз пышақпенен. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Қамырымызды орап алғаннан кейін 20 минутқа холодильникке қойып аласыздар. Кішкене мына несі майы қатып, қамырға сіңу қажет. Осылай холодильниктен алып шыққан нанымызды жақсылап жайып аламыз. Осындай көлемде жаюларыңызға болады. Жайып болғаннан кейін табамызға майымызды құйып қыздырамыз да баяу отта пісіресіздер. Өйткені ортасынан наны пісіп шығу үшін оттарыңызды баяуға қоясыздар.
қаптаманымыз пісіп шықты. Осындай дәмді ортасы қаптама нанымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.